Баршаңызға қайырлы күн. Мен бүгінгі пайдалы арнамда сіздермен лимонмен арықтау, лимон арқылы арықтауға болады ма? Лимонмен арықтау үшін өте тиімді тәсілдердің бірі, ал лимон қышқылы ас қорытуға пайдалы. Ол ағзадағы ферменттермен және өзге қышқылдармен байланысқа түсіп, ас қорытуды әрі асқазан сөлінің бөлінуін жылдамдатады. Лимон цедрасының құрамындағы пектин ішек қабырғасын қаптайды. Бұдан басқа лимонмен арықтау көмектесетін тағы бір қасиеті бар. Ол қарын ашуды бәсеңдетеді. С дәруменіне бай лимон қышқылы иммунитетті жақсартып, ас қорытуға көмектеседі. Сонымен қоса лимон құрамында А, В, Р дәрумендері, калий, мырыш, мыс бар. Лимонның көмегімен арықтау. Лимонды суды қалай ішу керек? Лимон қосылған суды ішуді таңертең бастау керек. Салмағы 70 кг шамасындағы адам үшін лимон жартысының шырыны 1 стакан сумен ішу қажет. Салмағы 80 кг-нан жоғарылар тұтас лимон шырыны 1 стакан су. Суды аз талғамыңызға сай көбейтсеңіз не азайтсаңыз болады. Шырынға 1 қасық бал қосуға болады. Нәтижесін көру үшін лимонды сусынды жиі ішіп тұру керек. Бұл сіздің келбетіңіз үшін ең арзан әрі ең тиімді мүмкіндіктердің бірі. Лимонмен арықтау. Қарқынды түрде салмақ тастау. Лимонмен арықтау тағы бір жолы бар. Диетаның бірінші күні 1 стакан суда 1 лимон шырынымен араластырып ішу керек. Келесі күні 2 лимон шырынын 2 стакан суда араластырасыз. Осы ретпен күн өткен сайын лимон шырыны мен су мөлшерін арттыра түсесіз. 8-ші күні үзіліс. Бұл күні 3 литр су, 3 лимон шырыны, 3 үлкен қасық бал қосылған сусын дайындап ішу керек. 9-ші күннен бастап лимонды диетаны кері ұстанасыз. Бұл күні 7 лимон шырынын 7 стакан сумен араластырып ішесіз. Келесі күні 6 лимон мен 6 стакан суды, содан соң 5 лимон мен 5 стакан су және дәл осы рецептпен кете бересіз. 1 аптадан кейін диета тамамдалады. Жалпы диетаны 16 күн ұстанасыз. Лимонды судан басқа лимон тілімдерін тағаммен бірге жеуге кеңес етіледі. Диетаны ұстанған 2 апта бойы тамақтан шектеу жоқ. Не жегіңіз келсе де ерік өзіңізде. Алайда бірнеше қағида есіңізде болсын. Әуелі лимонды суды үнемі таңертең ішу керек. Лимон қышқылы ас қорытуға көмектесіп, ағзаны тазартады. Күніне кем дегенде 6 стакан жай су ішу керек. Бірнеше рөмке қызыл шарап ішуге рұқсат, бірақ шай мен кофе ішуге болмайды. Мамандар арықтағысы келетін адамдарға күріштің, ақ нанның, жүгері, қауызының, картоптың құрамында қант мөлшері жоғары екенін ескертеді. Жеміс құрамындағы қантты да шамадан тыс көп жеуге болмайды. Сондықтан жеміс-жидекті жаңғақпен немесе дәндермен жеген абзал. Артық салмақтан арылу үшін тәттілендірушілерді де қолданбау керек. Лимонның көмегімен арықтау. Эфир майы. Лимонда эфир майы арзан тұрып қана қоймайды, ол өте пайдалы. Оны тұмауды емдегенде, жүйке жүйесін тыныштандырғанда, арықтағанда, целлюлитті көтергенде, варикозбен күрескенде қолданады. Лимон майы керемет қасиетке ие. Әсіресе ол лимонды жей алмайтын адамдарға
пайдалы, себебі оны массажға, ваннаға қолданып арықтауға болады. Жеміс-жидек пен көкөністі кем дегенде 5 рет жеу керек. Олардың құрамында калория аз да дәрумендер мен қоректік заттар көп. Иммунитетті күшейтеді, гормоналды жүйенің теңгерімін сақтайды, жүйке жүйесін тыныштандырады, ағзадан май мен зиянды заттарды шығарады. Лимон мен қант арқылы арықтау. Қанның құрамында гликозаның жетіспеуінен адам ашушаң келеді, басы жиі ауырады, қалжырайды, өзін жайсыз сезінеді. Сондықтан қандағы қант мөлшерін қалыпта ұстау керек. Алайда оның қанда шамадан тыс болуы артық салмаққа әкеледі. Егер дайын тамақ үстінен лимон шырынын сепсе, ол ағзаға түсетін қант мөлшерін шамамен 30% азайтады. Диетологтардың цедроны сорпа мен салаттарға, ал шырынын балық пен тауыққа қосуға кеңес береді. Протеин қант мөлшерін қалыпта ұстауға көмектеседі, ағзаға май мен көмір сулардың түсуін тежейді. Осы видеом ұнап жатса, каналыма лайк басып, тіркеліп кетулеріңізді сұраймын. Тыңдағандарыңызға рахмет.